Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермендер. Бүгін біздер тай үйрету екінші видеомызды бастаймыз. Яғни сіздерге отчет десем де болады, аттарын айтып, жүрістерін айтып, тайларды айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарасаңыздар, бір сұрақ қоям. Видеоның соңына дейін болыңыздар, бір сұраққа жауап берсеңіздер, комментарий қалдырып. Әрине каналға тіркеліп, лайк басып. Бұл тай ара құла деп қойдық, бірақ жүрісі шамалы екен. Өзімді мініп келдім. Далаға шығып, малдарды қарап келдік. Жүрісі шамалы. Бұл екі тайымыз, біреу аты Шторм, біреу Боян. Штормға өзім алдында жайдағы отырдым. Құлағады, балшық болды. Содан кейін ертеп мініп әлдім. Атын Шторм деп қойдық. Екінші Боян. Боянда жүріс жақсы, Тихон отырды. Тихон отырды. Жүріс жақсы. Әзірге осы екеу. Енді Тихонның өзің тайы. Атын фаворит деп қойды атын. Осы ішінде жүр. Тихон өзі құмға кетіп қалды. Құмнан келгесін қайтадан мінетін болады. Ал құрметті көрермендер, осылай бізді қолдап жатқандарыңызға көп рахмет. Видеоның соңына дейін қарап, видеоның соңында қоятын сұрағым, тайға салмағы 90 кг адам отырған жақсы ма, әлде 60 кг адам отырған жақсы ма? Комментарийге қалдырасыздар. Себебі мен салмағым 90 кг, мен отырсам, мен отырған тайлар жүрмей қалады. Ал Тихон отырған тай салмағы 60 кг, жақсы жүреді он тайлар. Сол салмаққа қарай ма, әлде жылқы оған қарамайды ма, сол туралы айта кетіңіздер комментарийға. Рахмет көп. Келесі видеода көріскенше, осымен 4 тай үйретілді. Арғарай 5 тайды, 6 тайды айтатын боламыз үйде салып. Бұйырған мінеміз енді.